Ал Түркістан облысында жас сарбаздар танкпен шайқасты. Дарбаза оқу полигонында оңтүстік өңірлік қол басшылығының механикаландырылған бригадасына осы күзде шақырылған 160 сарбаз жауынгерлік кедергі жолағынан уақытқа еңсеріп нағыз танкпен шайқасқа түсті. Алдымен әскери бөлімде барлық сарбаздар теориялық дайындық курсынан өтті. Содан соң танктердің атыс қаруларының және қол гранаталарының тактикалық техникалық сипаттамаларымен танысты. Жаттығуларды бірнеше болып сабақ жетекшілері мен сержанттар құрамы орындады. Олар әскери қызметшінің жаралануы имитациялай отырып кедергілер жолағынан өтті. Сондай-ақ өтіп бара жатқан танктың астындағы жертасада болған кезде алатын теріс психологиялық әсердің барлық тәсілдерін өздеріне сезінді. Бүгін біз полигонға келдік. Полигонда өте қызықты өтіп жатыр. Танкінің астында жатып, граната лақтырып, және де норматив тапсырып, барлық қызықты өтіп жатыр. Жанындағы қарулас достарыма да бұлар ұнап жатыр. Әскерге келмеген барлық жігіттерді әскерге келуге шақырамын. Жігіттер, келіңдер бияқа армияға. Өте қызық болады. Давайте.